Сәлем достар, біздерді жоғалтып алған болсаңыздар, біздер қайта оралдық парақшамызға. Біздің парақшамызды қолдап, әрдайым жаңа видеоларды күтіп жүрген оқырмандарымыз үшін бүгін біздер бумажный сюрприз деген видео түсірген болатынбыз. Яғни қолдан жасалған наклейкалар, стикерлер деп айтамын, наклейкалар. Енді біз оларды жасау үшін бірінші лапкиден бастадық, және оларды біздер қолмен сырлаған болатынбыз. Сырлап, алдын-ала дайындап қойдық. Содан кейін бізге керекті өздеріңіздің қалаған әртүрлі кейіпкерлерден стикер жасауға болады. Бізде өздеріңіз көргендегідей құрбақа, смайликтер, әртүрлі Hello Kitty деймі. Сол бізде балдардың айтуы бойынша мен өздерінің ұнатқан кейіпкерлер деймі, iPhone деген сияқты және де дайын стикерлерді де осындай қолдандым. Біздерге керек болады скотч, пергамент қағазы, яғни пергамент қағазын мен бірінші осылай етіп шайып алдым. Оның екі жағы екі түрлі болады пергамент қағаздың. Бір жері жылтырақ болады, бір жағы, екінші жағы ондай қатты жылтырамайды. Сол жылтырамайтын жеріне біз скотчты жабыстыратын боламыз. Өздеріңіз көргендегідей, және де оның үстіне стикерлерімізді дайындап қоямыз. Міне мынадай етіп қойып, барлығын бірінші мен үлкендерінен бастадым. Содан кейін кішкентайларды қойып шықтым. Әртүрлі стикерлерімізді мына жерде қолдан дайындалған, балалардың өздерінің таңдаған суреттері бойынша. iPhone деді, iPhone'ды қолдандық, және де смайликтер, жаңағыдай құрбақа, лапки деген сияқты әртүрлі стикерлерді қолдандық. Мына жерде смайлик бізде сыймай қалды. Оны бізге келесі парақшаға жасайтын боламыз. Ендеше біз қойып шықтық, өздеріңіз көргендегідей үстіне скотчты қайтадан жабыстырдық. Сол сияқты біздер барлығын отдельно қиып, артын ашқан кезде бізде пергамент қағазы түсіп қалады. Бізде наклейка, стикер пайда болады.